Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні. 3-ші сабақ. Бүгінгі сабағымызда тыңдалым материалы бойынша негізгі ақпаратты анықтап, жинақы мәтін жазатын боламыз. Алдымен ой түрткі сұрақтары. Отбасылық мерекелерге қатысты қандай мақал-мәтелдерді білесіздер? Иә, балалар, жақсы сөз, жарым ырыс. Жұмыла көтерген, жүк жеңіл. Тойдың болғанынан болады сығызық. Қой жүрген жер береке, қыз жүрген жер мереке. Батыл жігіт жол бастар, ақын жігіт той бастар. Той дегенде қу бас домалайды. Тойға барсаң тойып бар, қомағайлығыңды қойып бар. Тойға барсаң бұрын бар, бұрын барсаң орын бар. Көппен көрген ұлы той. Ендеше, 2-ші сұраққа назар салыңыздар. Отбасылық мерекелерден халықтық мерекелердің айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Отбасындағы мереке ерекше дәстүр. Кішкентай қуанышты шағын мерекеге айналдыруға болады. Бұнда отбасы мүшелері бірге болып, бір-біріне қуаныш сыйлайды. Ал халықтық мерекелер ерекше тарихи немесе қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаларға арналған. Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мерекелер. Мемлекеттік мерекелерді мейрамдау кезінде ресми іс-шаралар өткізіледі. Иә, балалар, сіздердің де ойларыңыз осымен мазмұндас болды деген ойдамын. Ендеше, оқулығымыздың 42-ші бетіндегі 1-ші тапсырмаға көңіл аударайық. Тыңдалым материалы. Той бастар жырын бәріміз бірге тыңдайық. Отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні. 1-ші тапсырма. Ассалаумағалейкум жиылған топ, бұл тойға тағдыр айдап келіп бізді. Болыпты жұрт көрмеген бір ұлы той, таңғалып қарағандай жермен көк. Біз келдік той дегенге жиылысып, үстіге бар асылды киімсіп. Қадамы баршаңызға құтты болсын, келіпті бақыт құсы үйіңе ұшып. Белгілі бұл қазаққа тілдің желі, той екен жұрт жиналған мерекелі. Сәрсенбі сәтті күні той жасапсыз, тойыңыз тойға аласын берекелі. Байлатып құнан қойын сойдырған үй, ет тартып табақ-табақ тойдырған үй. Сәтіне сәрсенбінің той жасапсыз, тойыңыз құтты болсын той қылған үй. Ешкіңіз қора толы қойға аласын, жылқыңыз қырға сыймай ойды бассын. Кеңелген қуанышқа той иесі, тойыңыз құтты болсын ұл атасы. Жатқанда тойлап елдің кәрі жасы, жаңғырар әнге таудың қиятасы. Екеу боп бір балаңыз шаттаныпсыз, тойыңыз құтты болсын қыз анасы. Балалар, тыңдалған жыр мазмұнынан қандай нақыл сөздер мен тілек мағынасындағы сөйлемдер естеріңізде қалды?
қадамы құтты болсын. Тойыңыз тойғылассын берекелі. Тойыңыз тойғылассын той қылған үй. Тойыңыз құтты болсын ұл атасы. Тойыңыз құтты болсын қыз анасы деген сияқты тілек сөйлемдерді кездестіре алдық. Екінші тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Жыр қандай мерекеге арналған? Оны қандай тірек сөздер арқылы дәлелдей аласыздар, балалар? Иә, балалар. Қадамы баршаңызға құтты болсын, келіпті бақыт құсы, үйің ұшып деген жолдар арқылы сіздер келін түсіру тойы екенін бірден аңғарып отырсыздар. Үшінші тапсырма. Жырдың тәрбиелік мәнін 4 сөйлем тәсілін пайдаланып айтыңыздар. Алғашқы сөйлеміміз пікірден құралады. Тыңдалым мәтіні бойынша өз пікіріңді бір сөйлеммен жазыңыз. Екінші сөйлем дәлел. Өз пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Үшінші сөйлем мысал келтіру. Пікіріңізді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңіз. Төртінші сөйлем қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды жазасыздар. Балалар, 4 сөйлем әдісін қолдануда алдыңғы сабақтағы білімдеріңізді басшылыққа ала отырыңыздар. Менің ойымша, қыз, өрісің, қонағың, байлығың, қамқоршың, көмекшің, жанашырың. Себебі мен оны қыз баласының жаратылысы қандай нәзік болса, иығына артылған жүк те сондай ауыр болады деп түсіндіремін. Оны мен барлық мейіріміңді төгіп мәпелеп, алақаныңды аялап өсірген қызың талай күндерді артқа тастап бой жеткенде басқа елдің келіні болып, барған елі мен өз елінің алтын көпірі атанатындығымен дәлелдей аламын. Осыған байланысты Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, қыз баласы жер бетіндегі ең батыр адам деген шешімге келдім. Тілдік бағдардағы бүгінгі тақырыптар орфографиялық, орфоэпиялық нормалар. Сөздердің сөйлем ішінде дұрыс жазылуын орфографиялық норма деп атаймыз. Сөздерді дұрыс жазуда орфографиялық сөздікке жүгінеміз. Ал сөздердің айтылуында дыбыс үндестіктерінің ықпал заңдылықтарының сақталуын орфоэпиялық норма деп атаймыз. Орфография гректің орфос дұрыс, графо жазамын деген сөздерінен туындаған. Ал орфоэпия ол да гректің орфос дұрыс, эпос сөз сөйлеу, яғни дұрыс айтамын деген сөздерінен құралған. Бүгінгі тақырып мазмұны толық меңгерілді деген ойдамын. Олай болса, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Оқулықтарыңыздың 43-ші бетіндегі 4-ші, 5-ші тапсырмалар. 4-ші тапсырмада жырда қолданылған төмендегі сөз тіркестерінің мағынасын талқылап, аудио материал дайындайсыздар. Ал 5-ші тапсырмада төмендегі сөздердің қосарланып айтылатын сыңарларын тауып, сұрақ қойыңыздар. Осы қос сөздерді қатыстырып, сөйлем құрастырыңыздар. Сабағымызды көкжиектен күн атсын, қызғалдағың гүл ашсын, айналайын ағайын, тойың тойға
ұлассын деген тілекпен қорытындылаймын. Қазақтың тойы бітпесін. Осымен сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.